Айман қайсың? Неге? Қыдыра? Қыздар қалайсыздар? Қазір мен көлеңке жерге барайын онда. Дауысым шығып тұр ма? Қалайсыздар қыздар? Кеш бастап жатырмын, ренжімеңіздер. Үлгере алмай кеттім. Қалайсыздар? Күндеріңіз қалай өтіп жатыр? Енді мен бұл прямой эфирім алғашқы рет. Сондықтан қобалжып тұрмын негізі. Перизат әпке қайсы. Сонымен бастайық прямой эфирді. Өзім бір 8 ай бойы не үйрендім, соны сіздерге жеткізгім келіп отыр. Қызымыз екеуміз паркке келіп. Софи, привет! Осы қызым менің 5 айлығында мен осы проектіге келген болатынмын. Қазір бірден асты, Аллаға шүкір. Ал қатты қуанып отырмын, бірақ негізі өзім қорқынышымды жеңіп, прямойға шығып отқаныма. Бұл проектіге қалай келдім, содан бастайын да, я? Осыдан август айында алдыңғы 2018 жылы тіркелдім. Сонымен негізі wellness витаминіне бола тіркелген болатынмын. 2 рет кесарево болғам. Содан 2 қабат сияқты ішім қалып қойды. Аллаға шүкір, қазір жоқ. Көрінбейтін жарым жоқ сіздерге. Сон 80 кило едім. 80 кило мәссам. Қазір 65-ке түсіп отырмын. Бірақ әлі жаттығу жасай алмайым. Содан шығар медленно арықтап жатырмын. Қыздар, жаңадан қосылған қыздар арамызда жоқ вроде да. 3 қыз отыр. Кәдімгідей чатқа қосылғаннан кейін не істедім? Шығып кеткім келді. Миды ашытып жібере береді деймді. Сонымен бір күні қарап отырдым, оқып, не жазып жатыр осылар? Тынбайды екен өздері деп қоям. Сонымен оқып қарасам, кәдімгідей бизнес туралы, адамның ойын, взрыв мозга дейді ғой, кәдімгідей оятып жатыр екен қыздарды ше. Сонымен өзімде кірістім. Бірінші 2 айда вообще ешкімді тіркеген жоқпын, себебі өте тұйық едім, өте. Қазірде өмірде тұйықпын, бірақ бизнеске келгенде аузым жабылмайды. Сонымен не істедім? Арықтау марафон өткізім, өзім Арифлемге кірмей тұрып марафонға қатысқан болатым. Содан өзімнің тәжірибемді марафонға қатысқанымды қыздарға көрсетейін, сабақ ретінде үйретіп, көрсетіп жүрдім. Сонымен өз уақытымды өзім жоғалтып алдым, шынымды айтсам. Оған емес, бизнеске бұру керек екен. Сабақ өтуден қорықпаңыздар қыздар. Сабақ өткен сайын өздеріңіз үйренеді екенсіздер. Білім жинау керексіздер. Мына бизнесте түсінгенім, білім болмай, еш нәрсе болмайды екен. Сонымен былайша айтқанда, өзім шынымен ашылдым. Солай қыздар. Сол үшін ғой сіздерге айтарым, сабақ өтіңіздер деп. Басқаға үйрете отырып өздеріңіз үйренесіздер де сату. Қыздар, мен осылай келдім проектке.
көп нәрсе үйрендім, әлі де үйренерім өте көп. Ал енді сіздерді мазалаған қандай сұрақтарыңыз бар опытымен бөліскім келіп отыр. Бәрі солай айтады. Қандай мазалаған сұрақтарыңыз бар? Неден қорқып жүрсіздер? Мен мысалы осы прямойды өткізгеніме азынан бері толқып қалай өтеді екен, сөйтсем ешқандай қиындық жоқ сияқты ғой. Кәдімгі өздерімнің жақын адамдарым отыр, живой көрген сияқты болады екенсің. Болашақта пландарым өте көп. Біріншісі сол Алматы қаласынан жер алған болатынбыз. Алла қаласа сол үйді тұрғызып, ары қарай бизнесімді жүргізгім келіп отыр. Қалай десем, осы жылы 2-3 айдың ішінде Алла қаласа золотой директорды ашқым келіп отыр. Соған план құрып отырмын. Яғни золотой директор деген білесіздер, пассивный табыс. Былайша айтқанда пенсияға шыққым келіп отыр жас кезімнен. Мен қазір 26-дам, 30-ға жеткенше бриллиантовый директор хочу. Тегін үй хочу деп па. Солай. Негізі план құру, арман құру деген өте армандауды да білмейтін ек, қорқатын ек. Қазір жаймен орындалып келіп жатқаннан кейін көз жететкені шынымен орындалады екен ғой деген сияқты. Бірақ енді жай ғана армандап қоюдың қажеті жоқ. Соған қарай әрекет жасау керек қой. %18%-ке осыдан 3 ай бұрын жеткенім, сонда 5 ай уақыт кетті ғой маған 18%-ті ашуға. Бүкіл Oriflame компаниясынан бүкіл маркетинг планын былайша айтқанда сезініп, нетіп келе жатырмын. Қандай міндеттері бар, соның барлығын атқарып келе жатырмын. Біреулер айтады, тез жеткен, онлайн бағытта болғандықтан, конечно, біреулер 2 айда жетіп жатады, біреу 6 ай, біреу мен сияқты жүріп алады деп. Бірақ мен ойлаймын, бұл көп уақыт емес, ұзақ жүріп қалған жоқпын мен. Зато мен өзімді аштым, дамыттым, уже білем, бизнестің мәнін білем, ары қарай тоқтамаймын. Себебі бұл бизнес маған не берерін білем да мен. Сол үшін сіздер де солай талпыныңыздар, үйреніңіздер, ізденіңіздер. Бізді спонсорларды күтудің ешқандай қажеті де жоқ. Барлығы өздеріңізге байланысты ғой. 15%-ке жеткен кезде екінші веткамды аштым. Оған да бір себептер болды. Мен күйеуім қарсы болды. Сен айлыққа шығуың керек. Егер шықпасаң, мына бизнесіңді тастайсың деген өте ауыр сынақ болды маған. Себебі мен астында қыздар дайын емес еді. Былайша айтқанда, сонымен тез ашу керек болды. Аштым, Аллаға шүкір. Басында екінші ветканы ашам деген қорқынышта болды. Ойбай, мен қалай ол қыздарды тіркеп алып, ары қарай көтеріле алмаса олар не істейді деген сондай қорқыныш, қатты қорықтым. Көтеріле алмасам не істеймін, қалай қолымнан келем екен деп тәуекелге барып, спонсорлардың арқасында күш жігер берді олар маған. Сен қолынан келеді, давай аша бер, саған сенеміз деп. Сонымен аштым, Аллаға шүкір, қыздарым активны, өздеріне не керек екенін біледі. Аллаға шүкір, тағы да көтерілеміз. Сол тек өздеріңізге сенім болса болды екен ғой бұлда. Өздеріңізде сенім болмаса, сізді біреу сүйреп, көмектесіп жатса да еш нәрсе болмайды. Былайша айтқанда, нақты өздеріңіздің мотивацияларыңыз болу керек. Мотивация дегенде бір нәрсе есіме түсіп кетті. Мен мотивациямды қалай өзім таптым. Осы паркке мен күнде келем. Күзде келдім. Вроде батут бар екен мына жерде.
батут қоймаған еді. Кошелекті күнде алып жүретім ақшамды. Сол күні ұмытып кеттім. Сол күні ұмытып, енді балам батутқа шығам деп жылағаса бола ма? Енді ақшам үйде қалып кетті, балам ертең келіп ойнаймыз, или болмаса үйге барып алып келейін деп, енді 4 жасар балам, мен оны түсінбейді ғой. Сонымен жылап, маған бүйтеді, сенде ешқашан ақша болмайды дейді. Сән прям жылағым келді. Не үшін менде ондай 4 жасар бала маған сондай әңгіме айтып отыр. Ертең өскенде не болады ол? Не болады ол? Себебі бала өскен сайын проблемада үлкейеді деп айтады ғой. Қазір бере алмай отырмын. Элементарный батутқа отырғыза алмай отырмын. Мен келесі мектепке барған кезде қалаған нәрсесін қалай алып берем деген ой болып қатты жылап, сол кезде мен осы бизнесті тастамайым, ары қарай жалғастырам деген шешім қабылдадым. Айлыққа шықсам, миллиондап қарызға бересің бе дейді. Аллаға шүкір, бұл бизнеске келген кезде, білесіздер ма, алғыс айтуды, Аллаға шүкіршілік айтуды үйрендім. Кәдімгідей қыздарымның астында сеніп келеді ғой маған, енді көмектесем деп сөз бересің, ары қарай соларды көтеру арқылы шынымен де бір ерекше сезімді ол. Қатты қуанады екенсің. Олардың рахметін естіген кезде, Фарида осы жолды көрсеткеніне рахмет деген кезде, прям мотивацияны оянып, ары қарай жұмыстанып кетесің де. Әрине, қолдан келсе, Алла қаласа, қарыз сұраушылар емес, соларға үйретем. Мына бизнесте қалай ақша табуды үйретем. Оларға жол көрсету керек негізі. Балықты жеуді емес, балықты аулауды үйрету керек қой. Өздері тапсын деп қойсын. Себебі еңбекпен келген ақшаны ол қадірін біледі. Ал просто так қарызға беретін болсам, басқа білмеймін енді. Менің ойым осы, үйрететін едім. Ал қамқорлыққа да беруге де болады, дұрыс па? Қамқорлыққа берем. Конечно, қолынан келіп тұрса, бәрін жасауға болады ғой. Қыздар, отказдан қорықпаңыздаршы. Отказ всегда болады. Арифлейм десе, ойбай, шошып кетеді, немесе складқа толып қалды үйіміз, қарыз болып кеттік деген қыз-келіншектер бар ғой. Соларға айтарым, шынымен де ол проблема всегда болады. Қазір Арифлеймді барлығы таңдап кететін болса, давно миллионер болып отыратын едік бәріміз. Бұл бизнес, отказдан қорқудың қажеті жоқ. Жүрекпен сөйлеңіздер бастысы. Оның өмірін өзгертуге, қалайсам екен, жан тәніңізбен жеткізіңіз ол кісіге. Мынандай мүмкіндік бар, көрсеш, прям айтыңыздар. Жүрекпен сөйлеген кезде ол адам сенуі мүмкін. Перезадатке дұрыс айтасыз, өте көп отказ естек, солай еңсем түсіп кетеді, шынымен, иә. Бірақ енді қалай айтсам екен, отказ всегда болады ғой. Біз мысалы, мен 18%, мен тіркелген кезде ойлайтынмын, айлыққа шықсам болды, маған бәр тіркеліп кетеді, мен күшті болып кетем деп. Қайдағы? Ондай емес екен. Сен өзің қазір 3% деп болсан да, сен адамға түсіндіре алмайсың ба, сендіре алмайсың ба, сен директор или бриллиант болсан да түсіндіре алмайсың оған. Біздің жұмыстың бір кереметін айтам да, мысалы, онлайн бағытта сен ол адамды көріп тұрған жоқсың. Отказ берсе де, ладно, көңіліне қарамайсың да, мән бермейсің, ладно, басқа адам іздеймін, не көп, инстаграмда адам көп қой.
табылады, іздеу керек просто. Қанша уақыт бөлесін, мен ұйықтасам да бөлем деп. Негізі қолым босай қалса болды, сол декретте болғандықтан көп уақыт сол соткада өткізем. Қолым босай қалса смс таратамын инстаграмнан, немесе рекламадан келген адамдармен сөйлесем, солай немесе қыздарға сабақ өтем деген сияқты. Бар білгенімді нетем. И күніне 2 сағат обязательно сабақ қараймын. Мен мотивациям өшіп қалмас үшін. Кейбір жағдайлар болады, шынымен де отказдан қорыққан кезде, настроением болмаған кезде мен успешныйлардың сабағын тыңдауды жақсы көрем. Себебі маған ол күш береді. Сабақ қарау өте маңызды бұл жерде. Успешныйды тыңдаған кезде ғана успешный боласың дейді ғой. Солай. Графигім қалаған уақытында тұрам. График жоқ, былайша айтқанда. Қалаған уақытында ұйықтаймын. Так. Сол үйдің тірлігін бітіріп, всегда кірісуге тырысам. Соткам қолына түссе болды, ары қарай жұмыс жасай берем. Кітап оқисыз ба? Осыдан айлыққа шыққан кезінде Азиз күйеуім мен бизнесін дамый берсін деп маған Қуаныш Шонбайдың екінші болма деген кітабын алып келген болатын. Ол кітап мен бір арманым еді, айтып жүрген едім, оған оқығым келеді, осы күшті кітап екен деп. Кәдімгідей кругозорды ашты, бизнес туралы көп мәліметтер алдым. Жартысы менің әңгіме айтып жатқаным сол кітаптан деп қоясың да. Кітап оқығанда ана мидың нелерін қозғап тастайды екен да. Талшықтар ма не дейді, соны София қойшы. Сонымен кітап оқыңыздар, сабақ қараңыздар. Қызым мен кішкене София қара, қыздарға қарашқан, жылауық. Осымен таласып, тармасып әйтеуір сабағымызды өткіземіз. Еститін шығарсыздар дауыстарын айқайлаған. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар, қыздар? Менде уже миымда қалып, нан айтам дейсің ғой, дайындаласың. Бірақ сіздерді көрген кезде кәдімгі есіне шығып кетті, не айтарым. Қалайша мен қорықтым деймін да, прямо жүргізуге. Ешқандай қиындығы да жоқ екен ғой. Енді Алла қаласа жиірек өткізіп тұруға тырысам. Енді жас шықты, үйде өткізе алмаймын. Балаларым бар, шулап, мына жерде ойнайды кішкене болсын. София, кет. Ой, рахмет әпке. Қыздар адамға қалай предлагать етесіздер бизнесті? Бірден бизнесті айтып кетесіздер ма, или кішкене танысып алып, жаймен 1-2 күн бойы бір сөйлесесіздер ма, қалай істейсіздер? Мен мысалы кәдімгідей психолог болады кесін, 8 айда қанша адамды көрдім, қанша адаммен сөйлестім, не деген адамдар бар деп қойсын. Бірден қақып кететін, бірден алып кететін қыздар бар, активный қыздар. Просто іздеуіміз керек екен, олар тынбай, шаршамай. Ал мүлдем жасағысы келмейтін адамдар, қаншалықты сіздер түсіндіріп айтасыз, қаншалықты уақытыңызды кетіресіз ол адамға, ол істемей ма, оған уақыт құртудың қажет жоқ, ол қалап тұрған жоқ. Сол үшін активный адамды іздеуге тырысайық.
Одан кейін ана отказ берген адамдарды айтам. Отказ берген қыздар, оларға жылы сөйлеп, жылы қоштасыңыздар. Сіздерге айтарым. Себебі жылы қоштассаңыздар, қайтып келуі мүмкін сіздерге. Түсініп отырсыздар ма? Бизнес болмаса да, бір аптадан кейін, бір айдан кейін хабарласып тұрыңыздар. Қалайсыз, қалай жағдайларыңыз деп. Мысалы, мен сол методпен, Аллаға шүкір, 3 қызым қайта келді. 3 қыз, отказ берген 3 қыз маған қайта келді. Фарида, сенмен жұмыс жасағанымыз келеді, сен маған ұнап қалдың деген сияқты ше. Сол үшін қандай жағдай болса да, бұл бизнес. Настроение түсірмейміз и жылы сөйлейміз адамдарға. Дұрыс жасайсыз, Гүлнұр. Нұрлепке керек емес десе, оған шынымен керек емес болып тұр. Ол Oriflame емес. Мысалы, маған мереке, басқа бір компанияны айтатын болса, мен сразу жоқ. Маған жоқ деймін ғой шынымен. Маған керек емес та ол нәрсе. Oriflame'ді бәрі таңдап кететін болса, ол шынымен миллионер болып отыратын ек. Оған сөзіңізді құртпаңыз, уақытыңызды құртпаңыз, ол адамға жарайды, ойланып көрерсіз деп кішкене айтып қойсаңыз болады, негізі. Дұрыс жасайсыздар, иә. Рахмет, қыздар. Сіздер де осылай прямой өткізуден қорықпаңыздар. Ашылады екенсіздер шынымен. 5 адам мені көріп отырса да, мен қатты қуаныштымын, мен вообще ешкім көрмей ма деп қорыққаным. Жақсы. Тағы не айтсам екен сіздерге, қалай қызықтырсам болады. Мысалы, ана спонсорды күтпе деп айтамыз ғой. Шынымен, астыңызда қыздарды ойласаңыз ғана өседі екенсіздер. Сол қыз доходқа шықса екен, сол қыздың процент көтерілсе екен, сол қыздың мотивациясын оятсам екен деген сияқты ой болса сіздерде, шынымен қалай өскендеріңізді байқамай қаласыздар. Дұрыс айтасыз, Гүлнұр. Адал болуымыз керек бұл бизнесте. Анда мұнда секіріп жүретін қыздарды да мен тоже ұнатпаймын. Себебі ол бана басқа компанияға кетіп, ол жақта көтеріле алмаса, ол компанияны жамандайды, басқаға барса солай да. Енді бір компанияны таңдадыңыздар ма, адал болыңыздар. Бұл Oriflame'ге келгеніне мен айтайын, 2011 жылы тіркелген болатын. Бірінші рет студент кезім еді ол кезде. Сонымен только заказбен жүрдім. Адамды тіркей алмадым, білім жетіскен жоқ. Сабағына барам, то бармайым, сонымен білген жоқпын мен бұл бизнестің осында екеніне. Сол онлайн бағытта күшті ғой біздің бизнес. YouTube ашық, бәрі дайын тұр. Тек білім алсам болды. Баста бір нәрсе бар болса, жетеді екенсіздер ғой. Шынымен де ақша қалтада болмаса да, баста бір нәрсе бар болса, любой жерді тесіп шығасыздар. Бетімде балғындық. Мен маска жақсы көрем, өте көп маска. Түр-түрін алдым. 8 ай бойы аптасына 2 рет маска жағып отырам. Мына жердегі дақтарым, мына қызым тырнап тастаған, өз жынданат қатты. Содан тырнап тастады, а то менің бетім тап-таза деп қоясың да. Маска. Love Naturian маскаларын алдым. Осы каталогта білесіздер, электросамокат 5500 теңгеге каталогтың ішінен продукция алсаңыз, и то соның ішінде Love Naturian 2 продукциясы болса, электросамокатқа қатыса аласыздар 30-ға. Оны Oriflame сайтында кейін каталог біткеннен кейін ойнатады. Сол жерден кім ұтса, бағы жанған адам ұтады ғой негізі.
сол продукцияларды қолданам. Офлайн кезде бастаған адамдар өте мықты деп айта аламын. Себебі олар қарсылықты көзбен көрді, құлақпен өзі живойнан естиді ғой, енді дұрыс қой. Бірақ өте қатты болды деймін. Себебі бізде онлайн болса да отказ естісек кәдімгі біртүрлі болып қаламыз. А вот олар живойнан естіді. Олар мықты, өте мықты адамдар. Енді қараңызшы, онлайн мен офлайн салыстырайықшы қазір. Қазір мысалы сіздерге бір-бірімізді көрмесек те Қазақстан түкпір-түкпірмен жиналып отырмыз мына жерде, прямо өткізіп отырмыз. Осы бір мүмкіндік, қалаған уақытымызда, қалаған жерімізде жасай аламыз мына бизнесті. И отказды көзбен көрмейміз. Плюсы қандай тағы да айта өтсеңіздер. Менің ойымша, мен сияқты тұйық адамдарға ашылуға өте бір күшті мүмкіндік деп ойлаймын онлайн бағытта. Себебі өте қорықтым. Әлі мысалы мен прямой эфирім ғой, бірінші рет қорыққанның кесірі деп қоясың да. Тұйықтығымнан айырылғаным осы онлайн бағытта деп ойлаймын. Аудиомен бірінші айтайын ба сіздерге, тіркелген кезде ең бірінші сабағым менің шаблон жазатынмын. Мен ана жазғанымдан адамдар күтіп отыратын, қалай қашан жазып болады депші. Бір аудио жібермейтін. Қазір жазғым келмейді, аудиомен айтам. WhatsApp-та мысалы. Енді қазір прямойға. Енді бұл прямойға үйреніп алсам, вообще WhatsApp-ты қоятын сияқтымын ғой. Сонымен сондай болып тұр. Онлайн бағыт маған өте қолайлы. Таныстарыма да қазір вроде көңілім қалып кеткен. Басында айтқаннан жоқ дегенге өздері білет, бірақ заказымды алып отырады мысалы да. Өздері біреу келді, давай деп. Бірақ танысым бар командамда. Қалған бәрі осы Instagram, яғни онлайн бағытта. Қыздар адам не көп, жуынатын адам көп, не көп Instagramда қосымша жұмыс іздеп отқан қыз келіншектер көп. Просто оларға дұрыс информация беруіміз керек. Ол дұрыс информацияны біз қайдан аламыз? Әрине біз өзімізді дамыту арқылы, сенімді сөйлеу арқылы, сабақ, яғни сабақ қара деп айтамыз, бірақ қандай сабақ ол? Успешный адамдардың қалай жетістікке жеткені, олар қалай өздерін жеңе білді, қалай успешный болды, солардың кәдімгі живой нелерін аламыз да. Қорқыныш зонасынан шыға білдім, өзіне деген сенімділік пайда болады екен, кәдімгідей. Енді қыздар, сіздерге айтарым, тоқтамаңыздар. Мүмкіндікті көріп тұрсыздар, біліп тұрсыздар. Мен ойлаймын, мына бизнестің мәнін түсінген адам ешқашан тоқтамайды. Ол қанша қиыншылық көрсе де, қанша отказ естісе де. Айтады ғой, директор болғанша 1000 отказ естуім керек дейді. Мен 1000-ға әлі жеткен жоқ. 800 адамнан отказ естіген шығармын примерно. Сол отказдардың арқасында мен өзіме күш алып жүрмін. Соларға дәлелдеймін, қалайда жетем деп солай мотивация аламын. Отказ естіген сайын сол адамдарға мен рахметімді айтам. Себебі бәрі келісіп кетсе, идеальный болып кетсе, бұл бизнестің қадірін білмейтін едім. Арифлеймге 3-ші рет тіркелуім 2011, 2014, 2018. Ер кезегі 3-ке дейін дейді ғой. Енді бәлігін түсініп білгеннен кейін
яғни біздің системамыздың оңайлығы бұл жерде, иә. Бұл система тек бізде ғана бар. Сол системаны пайдаланып жетістікке жетейік, қыздар. Интернеттің заманы ғой қазір. Ешкім соткасыз, интернетсіз жүрген жоқ қой. Екінің бірі, даже бір адамда 200 сотка бар ғой, дұрыс па? Мына балаларымыздың өзі туылғаннан сотка ұстайды. Кейін не болады өскен кезде? Сіздер қазір жасамасаңыздар, онлайн бағытта оп-оңай система дайын тұр, барлығы дайын тұр ғой. Соны қолданбасаңыздар, келесі балаларыңыз өскен кезде сіздерге не айтады? Мама, соны істей алмадың ба, дайын тұрған кезде деп. Бұл бизнес ешқашан тоқтаған емес, тоқтамайды да, шынымен де. Балаларыңыздың баласы жасайды әлі. Тоқтамаңыздар, қыздар. София қыз. Ой, әпке, рахмет. Осы сіздер болмасаңыздар, талай қиыншылық өтті ғой. Отказдан да қорыққан кезде өтті. Сіздердің ақыл кеңестеріңіз, сіздердің Айгүл әпке спонсорларым. Осы екі әпкемнің арқасында осылай жетістікке жетісіп отырмын. Жетістікке. Зәуре, қалайсыз? Қош келдіңіз деп қойын. Сонымен сондай, қыздар. Қандай сұрақтарыңыз бар, мазалап жүрген? Сабақ қара деп айтамыз ғой. Мысалы мен Роман Василенко деген миллионер бар, Россияның. Сетевик тоже. Соның сабақтарын өте көп қараймын. Прям енді күшті айтады. Сіздерге өздеріңізге ұнаған спонсорды таңдап, соның сабақтарын көп қараңыздар. Әркімнің вкусы әртүрлі, кімге ұнайды, кімге ұнамайды деген сияқты, сақтап қой дейсіздер ма? Мен сақтауды білмейді екен, қай жерін басады ол жерін. Әлі әпке, кеше қалай сақтадыңыз, мен білмейді екен. Қай жерін басады, мына жерін. Өйстіп, не жүреміз, бизнесімді жүргіземіз, қызымыз екеміз. Әне, тұйықтығымның кесірі дейін бе? Тоқтап қалдым, не айтан білмей қалдым. Ахас, рахмет. Сақтап қоям. Осы балалар үшін бастадым. Солар жетсін. Біз көрмеген өмірді олар көрсін деп. Қандай сұрақтарыңыз бар, қыздар? Сұрақ қойыңыздаршы маған. Қазір ойым жан-жаққа шашырап, не айтарын білмей отырмын қазір. Мына бизнеске келгенде шынымен рахмет айтуды, алғыс айтуды үйренеді екенсің ең бірінші. Спонсорларыңызды сыйлаңыздар деп қойын да. Спонсорды сыйласаңыздар, бұзауға туған күн, сиырға туған күн, бұзауға туады деймін. Не қалай еді? Короче,
Сіздер де спонсорсыздар қазір. Астыларыңызда қаншама қыздар бар. Соларды оятыңыздар. Олар бекерге тіркелген жоқ, просто қалай жұмыс жасауды білмей жатыр. Менің сөзім өтпесе, сіздердің сөздеріңіз өтуі мүмкін оларға. Сонымен сол қыздармен танысып, ары қарай жұмыс жасайық. Осы 8-ші каталогта Алла қаласа командамызда директорлар көп болсын. Қорқынышымызды жеңіп, осы прямойға шығайық. Ешқандай қиындығы жоқ екен. Просто бар білгенімізді айтсақ болды, жеткізсек болды адамдарға. Саған көп адам прям білмейді екен, білмейді или білгісі келмейді. Мына мүмкіндік бар деп айтып отырасың ғой. Өзіне өзі блок қойып, отказ беріп отырады. Кеше бір қызбен сөйлестім. София, қойшы. Кеше бір қызбен сөйлестім. Маған сізден бұрын 7 қыз отказ берді дейді да. Сонда маған отказ беріңіз жарайды. Енді үйрем қағаз қой, отказ беріп дедім да. Прямой айта салдым мен қазір. Етпейтін болғам, андай. Білмеймін, кеше бір настроением болмады ма? Сөйтіп, прямо айта салған ем. Мақұл көрек дейді да. Біреуге жұмсақ сөйлеу керек, біреуге сразу төтесінен айта салу керек сияқты ғой. Когда как. Сонымен ана қызға не айттым мен? Сен маған отказ бер, ладно, басқаға отказ бер, бір жылдан кейін тағы отказ бер, сөйтіп жүре бересің ба дедім да. Кәдімгідей ойланып қалды. Немен звонокпен шыққан ғой, звондап тұрды, үндемей, сонымен енді қалай бастаймын деп қойды. Жарайды, бәрін көрсетіп үйретем, давай сен байқап бастап көрсейші. Сен қаяқтан білесің оның жасай алатын, жасамайтынды, сен әлі жасағанда жоқсың ғой деймін да. Сонымен любой адамға өзінің подходы болады екен, соны үйрену керек біз. Я түс секілді көрінеді бәрі. Нұрел әпке, бір сізге сұрақ қояйыншы. Сізде мысалы, Аллаға шүкір деп айтайын, международный веткаңыз бар. Сол веткаңызды Алла қаласа дамып кетсін, иншалла. Ары қарай лидерларыңыз көбейе берсін. Қазір отказдан қорқып, немесе командада қыздарды оята алмай жатқан кезіңіз болса, сразу өзіңіздің мақсатыңызды естеріңізге алыңыздар. Шынымен мақсат болмаса, тастай салу өте оңай. Ой қойш деп күйбін тіршілікке бара саласың, кет қаласың. Бір ойлап қарайықшы, егер бұл бизнеске келмесек, не болатын еді? Мен ойлаймын, сол баяғы үйдің тіршілігі, сол баяғы тұйық Фарида сөйлемейтін, күнде бір проблема, ұрыс керіс. Мен қазір өмірім түбегейлі өзгерді, өзіме қарайтын болдым. Өзімді дамытып, кішкене өзгердім. София, қойшы. Опа, құлады мен қызым. Қырсық, қайтқан істету керек. Ма. Не айтып жатқан ем, қыздар есіне шығып кетті уже. Ұзақ созылып кетті ма? Қыздар, сұрақтарыңыз бар ма?
мақсатты қалай қою керек, сол жағын айтайын, иә. Нақты мақсатты табу үшін ол өте қиын нәрсе екен, шынымен. Өте қиын нәрсе. Маған табуға сол балам себеп болды. Ал сіздердің мақсаттарыңызға мен ойлаймын, мына бизнесті түсіну үшін или орындарыңыздан тұрып қимылдау үшін сіздерде бір өмірлеріңізде қиындық болмау керек шығар, иә? Қатты қиындық болмаса адам қимылдамайды екен. Бір нәрсе түртіп тұру керек та, ұйықтатпау керек. Өздеріңіздің нақты мақсаттарыңызды тауып алыңыздар. Именно сіздердікі мелочный нәрсе болса да шы, андай бір үлкен проблема емес, кішкентайдан ұсақ түйектен бастау керек. Проблема ол біткен емес, бітпейді. Проблеманы одан да қалай шешем деп солай нету керек. Шешімін табу керек. Қандай бір сөз бар еді ғой? Қандай анекдот па? Проблема шешілетін болса, ол шешіледі, ал шешілмейтін болса, оған мән бермей қойса, ол мүлдем шешілмейді деген сияқты. Ой, рахмет қыздар, уақыттарыңызды бөліп, менің прямойыма кіргендеріңізге алғысым шексіз. Сіздердің де прямойларыңызды күтетін болам асыған. Сіздерді тыңдағым келіп жүр. Алла қаласа, үлкен командалық чатқа жіберем ссылкамды. Оларға да солай сабақ үйрететін болам. Бар білгенімді жеткізіп, опытымды бөлісіп. Мен түсінбей қалдым. Тоқтап қалдым или? Сағат көрсетпейді екен, е? Сұрақтарыңызға жауап бере алдым ба? Көкейлеріңізде жүрген бір мазалап жүрген сұрақтарыңызға жауап бере алдым ба, қыздар? Ой, рахмет, қыздар. Онда прямойымды аяқтайын ба? Келесі прямойда кездескенше, қыздар. Тағы да мықты бір сөздерді дайындап, опытымен бөлісетін болам. Бұл енді алғашқы прямойым. Шынымен не айтатынымды ұмытып та қалдым, толқып тұрмын. Жарайды, қыздар, жақсы, сау болыңыздар. Сохранить етіп қоямын записьті. Давайте.